Барлықтарыңызға сәлем. Шілде айының болжамына қош келдіңіздер. Мені өзім таныстырып өтейін. Мен Аппазова Қаракөз айым. Осы база астрологиямен айналысып келе жатқаныма да уже 9 жылдай болып қалыпты. Иә. Сіздерге осы шілде айының энергиясымен таныстырғым келеді. Әр белгіге қандай мүмкіндік алып келуі мүмкін, не нәрседен абай болу керектігін ескерту үшін. Енді бізде шілде айы Қытай астрологиясы бойынша қой айы. Бұл қазақы жылнамаға өте ұқсайды, түбі бір, бірақ кейіннен бізге бұл білім ұмыт болғанда қазақтарда, ал Қытайда сол білімді ұстанып қалған. Осы 12 жылнама бойынша болжам. Тышқан, сиыр, барыс, қоян, ұлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз. Осы белгі бойынша. Енді әр қытайлықтарда тек жылға ғана қарамайды, және айға қарайды. Дәл солай айдың өзі жануарларға бөліп қалған. Егер де сіз январь айында туылған болсаңыздар, ол кезде сиыр айы, февраль айында туылған болсаңыз барыс айы, март айы қоян, апрель ұлу, май жылан, июнь айы жылқы айы, шілде айы қой айы, қазір қой айына келіп тұрмыз, август айы мешін айы, сентябрь айы тауық айы, октябрь ит, ноябрь доңыз, декабрь айы ол тышқан айы болып келеді. Енді әр осы сезон дейді ғой, бізде қыс айы, январь, февраль, декабрь, январь, февраль болып бөлінсе, мынау энергия бойынша қыс сонау күзден басталады, жылдың басы көктемнен басталады. Бізге наурыз сияқты, бірақ көктемнің басы февральдан бастап есептелінеді. Февраль, март, апрель ол көктем, ал жаз айлары май, июнь, июль айы ол жаз айлар болып есептелінеді. Сондықтан энергия бойынша, мына Қытай астрологиясы бойынша шілде айы жаз айының соңғы айларының бірі. Енді ары қарай болжамымызға көшейік. Егер де бізде барлық нәрсеге энергияны есептейміз, ақшалы шаш қию күндері бар. Ол 5-і, 16-сы, 18-і, 5-і өтіп кетті. Және 18-і, 28-і күндері ақшалы шаш қидыру күндерін 3 тарын болса да қисаңыздар, өте жақсы ақшаның энергиясы келеді. Енді біз кредит төлейтін күнді инстаграмға шығарамыз. Ол западный астрология бойынша есептеп, енді бұл феншуй мен бадзи бойынша ақша, қарыз, құтылу жағынан, кредит құтылу жағынан күндерде бар. Ол 4-і, 16-і, 28-і күндері төлесеңіздер, сәл болса да қарыздарыңнан, кредиттеріңізден құтылуға бір энергиясы жүреді. Уақыты жоқ, тек сол күндері ғана. Енді мынау бізде айдың картасы. Осы айдың картасы белгі Водоян. Бұл айда бұл белгіге ақшаның белгісі ол от. Енді бізде қарасаңыздар, мына жерде власть тұр. Осы айда егерде бір сайлау болатын болса, бұрынғы власть, үкімет, бұрынғы отырған әкім, бұрынғы отырған депутат өз орнында дәл солай қалуы мүмкін. Егерде шілде айында сондай дауыс беру болатын болса. Енді осы айда картасын қарайтын болсақ, бар лапылдаған от бұл картаға ақша болады, егерде сіз адамдармен қарым-қатынаста жақсы ұстай алатын болсаңыз, жақсы қарым-қатынаста болсаңыз, және жақсы сөйлесе алсаңыз, сол кезде ғана жақсы ақша келеді бұл айда. Бірақ ақшаның өзін ұстап қалу өте қиын.
эмоциональный ақша жаратып жіберуі мүмкін. Иә, достармен араласып сондай бір ақша жаратып жіберу өте көп болады. Ақша табасыз адамдармен араласу арқылы, адамдарға жақсы сөйлеу арқылы, бірақ дәл солай ақшаны ұстап қала алмайсыздар. Ақша ұстап қалу өте қиын былай да. Енді денсаулық жағынан қарайтын болсақ, бүйрек те байлаймыз, құлақ та байлаймыз. Иә, әсіресе жаз айларында мұздай су мына ыстықтың энергиясымен, иә, мына барлығы лапылдаған от, мына сезон отты поддерживает. Мына казанның ішінде огонь инь бар, иә, от, ыстық, өте ыстық жердің айы. Мына жоғары қарай от шақырып тұр еще. Кел давай саған қолдау беремін. Иә, оның үстіне мынау ағаш, иә, жапырақтар, сухой жапырақтар. Қурап қалған гүл, саған мен отын болайын, сен жан, деп лапылдаған от беріп тұр картаның өзіне. Сондықтан жүрек мәселесі, давление мәселесі, температура мәселесі бар. Егер де лапылдаған осындай ыстық энергияда мұздай су ішетін болсаңыздар, ол мұздай су барады да, мұздай салқын тамақ, салқын су асқазанға барып, асқазанмен ішек жолдарын аралап жүреді. Бірақ мен салқын саған тигізем деп ойламайды, ол тамақты ғана салқын тигізеді да, бірақ адамның асқазаны мен ішектерінде жүреді. Бұл салқын адамның ішегінде жаздағы уақытта асқазан қорытпау, іш өту, сондай бір энергиясын жүргізеді да, сентябрьде бірақ болып вирус ретінде шығады ғой. Сондықтан денсаулықты да абайлаймыз, өйткені Қытай медицинасы осы системамен қарастырылған. Иә. Енді бүйрек мәселесі, жүрек, давление, абай боламыз қыздар. Бұл жерде жоғарыдан құлау мәселесі бар, либо жоғарыдан бір зат құлау мәселелері де бар. Өйткені каза ол жер, егер де әсіресе картаңызда ұлу жылғы болсаңыз, немесе апрель айында туылған болсаңыздар, картаңызда, база картаңызда жер бар болатын болса, егер де мен өзімнің белгімді білмеймін дейтін болсаңыздар, базы калькулятор дегенге кіріп, сайттар өте көп, туылған күн ай жылыңызды жазып, әйел я ер адам екеніңізді жазып есептесеңіздер, өз базы картаңыз дәл осылай болып шығады. Енді мына адамның картасы сияқты жылдың, айдың да өзінің картасы бар. Енді мына столб, месяц деген, сол бізге осы айдың энергиясын көрсетеді. Әрі қарай ақшаға өте сәтті белгілердің бірі қоян, барыс жылғы болсаңыз, немесе ұлу жылғы болсаңыздар, сіздерге осы ақшаға сәттілік алып келеді. Және март айында туылған болсаңыз, наурыз айында, февраль айында туылған болсаңыз, ақпан айында, және сәуір айында, апрель айында туылған болсаңыздар, сіздерге ақшалай жақсы сәттілік болады. Енді бұл біз базы калькуляторға, сайтыңызға кіріп, өз белгіңізді анықтаңыз дедік. Мына жерде мына өз белгіңіз тұрады. Сол белгі арқылы біз анықтаймыз сіздің Қытай астрологиясы бойынша белгіңізді. Ол ешқашан өзгермейді. Западный астрология бойынша, мысалға, сіз шаян, мен егіздермін, су құйғышпын деп ататын болсаңыз, бұл Қытай астрологиясы дәл солай. Водоян, водоинь, металлоян, металл-инь, солардың біреуі болып, агоньян, агонь-иньсіз ба, соның біреуі болып есептелгеннен кейін ешқашан өзгермейді. Енді осы шілде айы каза, қой айы деп айтып тұр ғой. Қой дерево белгісін, мына жерде енді мен ручкамды пайдаланып тұрған жоқпын, ағаш белгісін ловушкаға алады. Ловушкаға дегенде, мына бізде жер белгілері, әсіресе ішінде сандықшалар болады, ішіне сандықшасына ловушкаге салып алады жер белгісін. Егер де картаңызда сиыр болмаса, сиыр жылғы, сиыр айында туылмасаңыз, басқа белгілердің барлығына ағашын тартып алады. Ағаш кім? Мысалға, сіз егер де система бойынша, біз қазір сіздерге айтып шығайын, қазір бір минут, мен дашамды қолдап жіберейін. Егер де сіз мына жерде водоян, водоинь деп есептесек, есептей берейік кастраторыңыз. Егер де сіздің белгіңіз вода болатын болса,
мына жерде дерево, огонь, земля, металл. Егер де сіздің белгіңіз водоян, либо водоин болатын болса, ағаш сізге самовыражение, сіздің жұмысыңыз, немесе сіздің балдарыңыз, водоян, водоиндердің балдары бір жер жолға кетуі мүмкін, либо балдарың өзіңіздің жұмысыңыз ауысуы мүмкін, және балдарыңыз оқуға мен басқа қалаға кете ма, қыдырып кете ма, иә, осындай бір мәселелері бар. Егер сіз дерево болатын болсаңыз, иә, сіздің бауырларыңыз кетуі мүмкін, сіз достармен араласпай қалуыңыз мүмкін осы айда, егер де дерево ян, дерево ин болатын болсаңыздар, иә. Ал сіз егер де огонь белгісі болатын болсаңыз, огонь ян немесе огонь ин болатын болсаңыздар, мына ловушкаға түсіп қалады, сандықшасына хоп етіп сандықшасына кіргізіп алады да, қақпағын жауып қойып бермейді. Сол сіздің картаңызда ағашта алып кетеді. Сіздің картаңызға енді ағаш кім деп есептеп жатқан түріміз ғой, қыздар. Бұл жерде егер де сіз огонь ян, огонь ин белгісі болатын болсаңыз, бадзи картаңыз бойынша, ағаш сізге недвижимость, ағаш сіздің денеңіз, иә. Немесе либо ағаш сіздің мамаңыз, немесе ағаш сіздің біліміңіз, және мамаңыздың төркініңіздің үйі, иә. Сіз толық едіңіз, артық салмағыңыз кетіп қалып, мүмкін арық болып қалуыңыз да әбден мүмкін огонь индерге, иә. Өйткені дене кетіп қалыптыр. Денсаулықта байлаймыз деген сөз. Бұл жерде недвижимостьке қатысты мошенниктерге алданып қалмаңыздар. Мүмкін үй соғып жатырық, ескі үйімізді бұзып тастадық полностью деулеріңіз де мүмкін, және білімге қатысты абай боламыз, шамалы ұмытшақтық болуы мүмкін, сіздерге осы айда. Егер де сіздің белгіңіз мына жерде земля ян немесе земля ин деп тұратын болса, сізге дерево ол күйеуіңіз жол жүріп кетуі мүмкін. Мына жерде земля, металл шығады, металлдан су шығады, судан ағаш шығады. Мына жерде власть, земляға дерево власть. Күйеуіңіз, заңға қатысты документтеріңіз, либо осы уақытқа дейін бір налог мәселесі қатты шығып, қайта давить етіп, сізге төле, саған штраф, осындай бір қайта сіздерге маза бермей жатса, мүмкін сол власть кетуі мүмкін. Иә, как бы келіп қайта төле деп жатқансыз, мүмкін құтылуыңыз мүмкін. Иә, немесе күйеуіңіз жолға кетуі мүмкін, либо күйеуіңізбен ажырасып кетуіңіз мүмкін деген сияқты. Ал ер адамдарға земля белгісі болатын болса, ол балдары, либо бастығы, әйел кейде ер адамға да бастығыңыз ауысуы мүмкін, либо сіз басқа жерге ауысып бастығыңыз өзгеруі мүмкін деген сияқты, власть кетеді, либо власть кетіп сіз орнына бастық болып барарсыздар мүмкін земляға. Одан кейін металл белгісі. Егер де сіздің белгіңіз металл ян, металл ин болатын болса, мына жерде ден деген жерінде. Ден деген жері ғой біздің белгіміз, қыздар. Біздің личностіміз ден деген жердегі мына жоғарғы белгі біздің личностіміз, біздің белгіміз, ол ешқашан өзгермейді. Енді сіз металл ян немесе металл ин болатын болсаңыздар, ағаш сіздерге ол әкеңіз. Әйел адамдарға, мысалға, егер әйел адам металл янмын, металл инмін, әйел адаммын дейтін болсаңыздар, ол әкеңіз, ол қосымша ақшаңыздар, айлығыңыз, ол енеңіз, ол күйеуіңіздің атында недвижимость, либо күйеуіңіздің машинасын, либо үйін сатуға қойып атсаңыздар, осы уақытқа дейін өтпесе, мүмкін осы айда өтіп кететін шығар. Енеңіз, либо әкеңіз бір жерге қыдырып кете ме екен. Айлығыңыз өзіңіз ұстай алмай, полностью айлықты қарызыма бердім, немесе әкеме бердім, немесе күйеуіме бердім деулеріңіз мүмкін. Осылай. Ал ер адам металл ян болатын болса, әйел бір жаққа кетуі мүмкін, либо любовница бір жаққа кетуі мүмкін. Жаңағы тағы не, балдардың денсаулығы абайлаңыздар. Ер адам металл ян, металл инге. Папасы, әйелінің жұмысы, осы өзгеріс болады деп көрсетеді. Енді қазір картаңызда бык деген белгі бар болатын болса, мына жерде чоу деген, бізде Қытай астрологиясы бойынша чоу, осындай белгі бар болатын болса, мына жерде қыздар көрінбей қалма. Осындай.
бык деп тұрады. Егер де сіздің туылған картаңызда бык деген жазу тұратын болса, онда сіздерге басқашалау шамалы болжам береміз. Қазір ол айтылады, күте тұрыңыздар. Енді ары қарай тышқандардан бастайық. Енді әр белгіге қой не нәрсесін алып кететін туралы біз айттық. Ары қарай тышқандар уже болжам басталады. Тышқандар. Тышқандарға жұмысқа қатысты өте жақсы сәттілік болып тұр. Бастықтармен, адамдармен егер де жақсы тіл табысатын болсаңыз, сіздерге жақсы ақша келеді. Және благородный әдемілік жұлдызы келіп тұр. Благородный жұлдызы деген адамдардан көмек келеді. Как бы ешкімнің көмегін байқаған жоқпын дейтін болсаңыздар да, періште арқылы жақсы көмек келеді. Бір жұмысыңыз, бір қиындығыңыз оңай шешіледі деп көрсетеді. Енді бір жағынан бұл тышқандарға әдемілік жұлдызын алып келетін болса, цветок персика, ол как бы небесный благородный, цветок персик, әдемілік. Егер де жалғыз болатын болсаңыз, жалғыз басты болатын болсаңыз, танысуға өте жақсы. Бірақ үйленген болсаңыздар, қызғанышқа қатысты бір ұрыс керіс өте көп болуы мүмкін. Өйткені сізді қызғануы мүмкін. Және сіздерге осы тышқандарға қой екеу бір-біріне біреді, бір-бірін жек көріп тұрады, бір-біріне сөзбен болсын, тілмен болсын, бір-біріне зиян жасап тұратын белгі, энергиясы солай тышқан мен қойдың. Енді бұл вред, бұл қиындық қой тышқанға әкеп тұрғаны біреудің жұмысын мойныңа алма. Немесе сен менің бастығыма шығып, ана адамдарға менің орныма бір уәде бере салшы деген нәрсе болуы мүмкін. Ешкімнің біреудің жасаған жұмысын, біреудің несін мойныңызға алмаңыз, қарыз алмаңыз, қарыз бермеңіз деп көрсетеді. Және қызғаныштан абай болыңыз, атыңызға кір келтірмеңіз. Любой мәселені бірден бетке айтып тастасаңыз, түсінбеушілік болмайды. Және 6 вред жұлдызы да келіп тұр сіздерге. Енді ол сатқындық. Как бы сатқындық болғанда, баста ол адам жақсы еді. Мен түсінбей қалдым осы айда. Бір менің көңіліме тиетін сөздер айтты. Немесе олай жасамау керек еді деп бір ренжулеріңіз мүмкін. Ол адамға баса жақсы адам сияқты еді деп ешкімге сенбеңіздер. Ешкімге сырыңызды айтып қоймаңыздар. Өйткені 6 вредов сол сатқындықты алып келеді. Және малый потребитель жұлдызы да келіп тұр. Ол малый потребитель бір қатты үлкен қылып қарайтын жұлдыздардың бірі емес. Негізі біз қарастырмаймыз. Бірақ мына 6 вредпен бірге қарыз, кредит алма, біреудің жұмысын мойныңа алма. Тек өзіңе ғана жауап беріп, жоқ, мен бұлай да істей алмаймын. Өз тәртібіңді өзің істе, өз жұмысыңды өзің шеш деп айтуларыңыз керек. Тышқандарға осы. Бірақ тышқандарға фэншуй бойынша өте жақсы жұлдыз. Бүгін биыл осы ай барынша жұмыс істеңіздер, барынша өздеріңізді көрсетіңіздер. Север секторға қозғалатын Монеко либо фонтан қойып қойсаңыздар, өте жақсы. Бір жағынан сіздердің секторларыңыз тышқандар. Көзге көрініңіз, жұмысыңызды көрсетіңіз, сөйлеңіз, айтыңыз. Сол кезде жақсы ақша келеді. Ары қарай сиырлар. Сиыр жылғы болсаңыз, жаңа қыздар айтпақшы, айтуды ұмытып кеттім, ренжімеңіздер. Егер де база картаңызда тышқан любой жерінде бар болатын болса, тышқан жылғы болсаңыз, немесе декабрь айында туылсаңыз, январьдың 5-іне дейін, сіздер тышқан айғы боласыздар, тышқан айында туылған боласыздар. Және егер де тышқан күнінде тұрған болса, немесе тышқан уақытта тұратын болса, бұл болжамды тыңдайсыздар. Тышқан жылғы емеспін, бірақ айымда, немесе күнімде, немесе сағатымда тышқан бар екен дейтін болсаңыз, сіздерге болжам тыңдауға болады. Өйткені жыл өзіңізді сырт адамдармен байланыстағы болжамды көрсететін болса, ай достарыңызды, бауырларыңызды, жұмысыңызға қатысты.
ал күндегі белгі күйеуіңізді көрсетеді. Менің күйеуім тышқан жылғы емес, менің күйеуім ұлу жылғы негізі дейтін болсаңыздар да, сізге осы тышқанды тыңда, сенің күйеуіңе айтып бер сол болжамды. Сен тышқансың деп емес, тышқанға айтқан болжамды. Сол кезде ол болжам күйеуіңізге сіз арқылы жақсы жұмыс жасайды. Егер де сағатта тұратын болса, ол балдарыңыз, қол астында жұмысшыларыңыз бар болатын болса, сол қол астындағы жұмысшыларыңызға болжам ретінде көрсетіледі. Барлық белгі дәл осылай сағатта, күнде, айда, жылда тұратын болса, барлық белгіге осылай энергия жүреді. Ары қарай сиыр жылғы болсаңыз, немесе январь айында туылған болсаңыздар, сіздерге енді мына жерде бұрынғы слайдта айтып алып тұр едім, дракон дегенге мән бермеңіздер. Иә. Енді сиырларға шамалы басқаша болжам айтылады деп айтқанмын. Қарап шығыңыздар бадзи картаңызда. Егер сіз сиыр жылғы болатын болсаңыз, картаңызда сиыр бар болатын болса, қазір общий болжамды айтып жіберейін, одан кейін айтамын. Енді сиырлар сіздерге ай пустотамен келіп тұр. Ол пустота деген кейбір кезде көбісі қорқады. Пустота стресс, депрессия беруі мүмкін, еш нәрсе істегің келмейді. Өткенді ойлама, кешір өткенді. Өткендегі өтіп кеткен нәрселердің барлығын кешір, өткенді өткенге қалдыр. Егер де стресс, депрессиядан, пустотадан шыға алсаңыз, сізге жақсы саяхат, жол жүру алып келеді. Және өйткені өткен нәрсені, пустота тұрған нәрсені ойлай беретін, сіз өзгерте алмайсыз. Барлығына көзіңді жұм, жібере сал деп көрсетеді. Және бык өзі казамен столкновение, өйткені бык сиыр белгісі, ол жер белгісіне жатады. Земля инь, мынау келіп тұрған айда земля инь, каза айы, екеуі бір-біріне келіп, бір-бірін сүзіседі, қазақша айтқанда. Сондықтан земляное наказание, бізде 3 қарғыс бар. Бадзи Қытай астрологиясында ол земляное наказание, огненное наказание және аморальное наказание деген. Дәл сол земляное наказанияның жартысы жүреді. Бұл жерде машинаны абайлап айдаймыз, жолдан абайлап өтеміз. Земляное наказание сондай авария, жерден құлау, жерден таяқ жеу, мал теуіп тастау, либо сондай бір энергиясын жүргізеді. Абай боламыз. Сіздерге енді осы большой потребитель келіп тұр. Большой потребитель, малый потребительден өте көп ақша деген сөз. Үлкен сомада қарызға ақша бермейміз, қарыз алмаймыз, өйткені аласыз, бірақ қиында төлеуіңіз мүмкін, бірақ біреуге ақша берсеңіз, ол кезде ала алмай қаласыз ақшаңызды. Инвестиция жасамаңыз, қарызға ақша бермеңіз. Сіздерге бір жағынан осы айда хвост леопарда келіп тұр. Жұлдыз, ол жұлдыз барста сияқты ғой өзі. Агрессия, ұрыс-керіс, көңіліңіз толмауы, конфликт болуы. Именно сиыр қай жерде тұр бадзи картаңызда? Егер де күнде тұратын болса күйеуіңізбен, егер де айда тұратын болса жұмыстағы адамдармен, бауырларыңызбен, әке шешеңізбен, егер де бык жылда тұратын болса сырт адамдармен, вообще барлығымен деген сөз. Абай боламыз. Және шамалы қымбат заттармен абай болу керек дейді. Магазинге барып, бір қымбат заттарды көріп тұрсаңыз, қолыңыздан түсіп кетіп, абайсызда, соның ақшасын төлетуі мүмкін. Өйткені қымбат затты абай бол. Телефон, мысалға, қолыңыздан түсіп кете беретін болады, сындырып аласың дейді. Өйткені сындырып аласын, қолыңнан түсіп қалады, өйткені земляное наказание, оның үстіне раненая звезда, екеуі бірге келгеннен кейін именно қымбат затты түсіріп алу. Бала ұстағанда да баланы абайлаңыздар. Енді негізі сиырлар бетке айтып, тура айтып, туғанына жатпайтын белгілерге жатады. Үндемейді, қойып қалады, көбісі ренжіп қалады өзіне. Ал қой керісінше жеңілдің үстімен, жеңілдің астымен, қиынның үстімен жүретін белгі. Мақұл, сенікі дұрыс, давай, жасаймыз, дейді да, қой. Осындай энергиямен қиындықтан құтылып шығады. Ал сиыр ондай мінезді ұнатпайды. Сиыр салмақты,
басын бастадық па аяғына дейін бітіреміз, давай деп ол жаймен, салмақтылықпен өзінің ісін аяғына дейін жеткізетін болса, қой, сен ананы істей сал, сен ананы істей сал деп әркімге тапсырып, үйтіп бүйтіп қашып пісіп әйтеуір өзінің жұмысын атқарып шығады. Иә. Енді сіздерге де сол быктарға тағы қосымша қандай ақпарат айтуға болады? Енді сиырлар шамалы көңілге қарап сөйлеңіздер, осы айда ешкімге ешнәрсе айтпай қойсаңыздаршы. Иә. Өйткені сол казами столкновение болғанда алдында шамалы ұстаңқы болып өзіңізді ұстап жүретін болсаңыздар, осы айда кім көрінгенге бетіне мә саған деп бетке айтып таратып тастайсыздар ода того сөзді, сондықтан өзімізді ұстаймыз. Иә. Бірақ осы айда сіздерге жақсы жұлдыз келіп тұр, ол періштеңіздің жұлдызы, қасыңызда періштеңіз бар. Любой тілекті айтыңыздар. Либо активация топтап отырып активация жасаңыздар, ниетіңіз түзу болсын, кодтауға қатысыңыздар. Тілегіңіз кәдімгі ракета болып ұшады сіздердің. Және тағы қандай ақпарат сиырларға осы енді ДТП мәселесі болады деп айтылды. Жолдан абайлап өт деп айтылды. Барлығы айтылған сияқты ұшым. Сіздерде сиырларда бір жасы үлкен ер адаммен жастау әйелдің, либо күйеуіңіз енді сізден бір жас үлкен болса да, күйеуіңізбен мүмкін сіздің қарым-қатынасыңызда конфликт, түсініспеушілік болуы мүмкін. Немесе сол үлкен ер адаммен жас келіншектің, либо сіз ер адам болатын болсаңыз, сізден жастау әйел адаммен сондай конфликт болуы мүмкін. Абайлаймыз. Иә, жолдан абайлап өтеміз, темір заттан абайлаймыз осы айда. Қолдарыңызға осы ай коррекция ретінде просто бутылкамен ылғи кәдімгі просто су алып жүрсеңіздер, сіздерге корректор просто су. Және феншуй бойынша үйіңізге, сиыр емеспін мен десеңіз де, осы айда феншуй бойынша үйіңізде северо-востокта просто қозғалмайтын су қойып қойыңыздар, 2-3 күнде ауыстырып таза су. Кәдімгі фонтан емес, қозғалып тұрған су емес. Сол кезде шамалы энергиясын басады. Земляное наказаниені. Ары қарай барыстар. Барыстар. Қозғалмай қалды. Ладно. Мына жерде қарамаймыз. Барыстарға болжам. Сіздерге де енді барыстарға сіздер император белгісі, жағы сен деген тигрицасың, сен тигрсың деп айтамыз. Қиындықтан қашпаңыз, енді даже өзің проблемаңнан бөлек, біреудің проблемасын осы айда шеше аласың. Главное, скромный болу керек, ашық болыңыздар. Шамалы бір сіздерде болады ғой бір как бы шымшып сөйлеп қалатындарыңыз, агрессивті, қырсық болып қалатындарыңыз, айтпақшы, қырсық ең главный. Ол металл инмен петух қой, шымшып сөйлейтін. Сіздер сондай агрессивті, бетке айтып қалып, қырсық мінездеріңіз қосылып кетеді, сол қырсықты қоспаймыз. Қырсықтықты қоспасаңыздар, әйтеуір бір бонус ретінде кейін ақша келеді дейді, әйтеуір біреудің проблемасын шешсеңіздер. Бірақ жолдан абайлап өтеміз, асықпаңыздар. Асықпаған сіздерге өте жақсы. Және бір документ мәселесі шығып тұр, документтерді де абайлаңыздар деп. Және сіздерге как бы біреудің проблемасын шешуден бөлек, біреудің клиенттері де келуі мүмкін. Бір сататын заттарыңыз болатын болса, либо сіздердің өздеріңіз білім сататын болсаңыздар, өздеріңізді көрсете аласыздар. Және біреудің клиенттерін жақсы шақыра аласыздар деп көрсетеді. Сіздерге тағы жұлдыз келіп тұр. Өзіңіздің ценный, менің алып жатқан білімім ценный, жақсы ақшалы өміріңізге маңызды бұл білімнің, либо менің сізге беріп жатқаным дейтін болсаңыздар, өте сондай жақсы энергия жүреді, сізден сатып алады. Сіздерді абыройыңыз артуы мүмкін, жақсы атыңыз шығуы мүмкін. Және сіздерге 5 процветание келіп тұр, 5 жерден ақша түседі деп көрсетеді.
либо 5 адаммен жұмыс жасаңыздар, сол кезде жақсы энергиясы келеді ақшаның. Немесе 5 клиент келуі мүмкін, 5 процветание, өйткені сондай 5 клиент жақсы ақшасы бар. Иә, әйтеуір 5 адаммен жұмыс істеңіз. 5 осы ай сіздің саныңыз 5 болсын, барсыздар. 5 санын қолға сызып алыңыздар, 5 адаммен жұмыс істеңіздер. Иә, 5 адамға беріңіздер, бір нәрсе беретін болсаңыздар. Өйткені 5 процветание, 5 энергиямен жұмыс жасайтын болсаңыз, 5 санымен жақсы энергиясы жүреді. Және бір жақсы жаңалық келуі мүмкін сіздерге. Адамдардан көмек келеді, бір жағынан жақсы жаңалық естисіздер. Бірақ денсаулықты абайлаймыз. Травма, либо операция жұлдызы келіп тұр, қан шығуы мүмкін деген сияқты. Абайлаймыз денсаулықты. Және поражение жұлдызы келіп тұр. Бұл жұлдыз как бы өзің туралы, былайша енді сіз мен мақтана алмаймын деп өзіңізді мақтанасыз ғой. Осы айда мақтануға болмайды сізге. Шыдамды, сондай скромный болыңыздар. Иә, Алланың өзі береді, иә. Біреудің берген түйесінен Алланың берген тоқтысы артық, әйтеуір өзім табармын, әлі болмай жатса болады деген сияқты. Біреу егерде неге жоқ, сенде бар ма деп сұрап жатса, бірақ осы айда мақтанбаймыз. Енді тағы шамалы жұлдыздар келіп тұр сізге, как бы позитивте бол, ешкімді кінәлама. Менің проблемама анау кінәлі, менің проблемама әкем, шешем, бауырларым, күйеуім, енем кінәлі деп өздерің кінәлама дейді біреуді. Позитивте бол. Ол өзі сондай адам, иә. Либо 99-шы жылы атаңызды кінәлайсыз ба, менің родым, кармам дұрыс емес екен. Содан ешкімді кінәламаймыз. Дұрыс емес болса, өздеріңіз дұрыстауға қолдарыңыз өте жақсы, интеллектіңіз жетеді. Әсіресе ақшаға жақсысыздар. Сондықтан барлық алда. Ары қарай. Ұлу, қояндар. Айтпақшы, барыстарға да сіздерге де энергия жүріп тұр. Осы айда су ұстап жүріңіздер. Северо-востокқа су қойып қойыңыздар, қозғалмайтын 2-3 күнде ауыстырып тұрыңыздар, сасып кетпесін. Және сол үлкен ер адаммен жас әйелдің сондай бір ұрыс-керісі, бір мәселе, конфликт болуы мүмкін. Сол жағынан да қарайсыздар ғой. Енді қояндар шілде айында сіздерге, мына жерде енді мән бермеңіздер, бұл просто слайдта қолданып жатқаным, бұрынғы слайдта, қазіргі осы айға слайд жасауға қолым тимеді, қыздар. Бірақ енді ұқсастық келгесін шамалы осы слайдты таңдадым. Енді сіздерге қояндарға Бог освобождение, небесное освобождение деген бізде жұлдыз бар. Негативті кетіреді. Адамдардан көмек сұрасаңыз, көмек береді. Сіздерге қамқорлық жасағысы келеді, сіздерге көмек бергісі келіп тұратын жұлдыз. Және кішкене ғана бір проблемаларды алып тастайды. Бұл либо жиналып қалған проблемаларды алып тастауы мүмкін, Бог освобождение. Өйткені осы жыл Бог освобождение юго-западта орналасқан, өте жақсы. Енді главное, сол қандай қиындық болса да жаймен басын бастай берейінші, шешіп дейтін болсаңыздар, проблемалардың барлығы кетеді. Звезда генералы, жұмысқа қатысты бір өзгеріс болуы мүмкін. Осы уақытқа дейін мен негізі қояндарға осы жыл пенсияға шығу, немесе пенсия мәселесі, либо ата-анаңыздың ба, либо өзіңіздің ба, бір пенсия мәселесі бар тұғын. Соның энергиясы келіп тұрған. Бірақ енді осы айда айтуыңыз мүмкін, мен жоқ, пенсияға шықпайтын болдым вроде. Негізі осы жыл шығам деп тұр едіңіз, осы жылдың басында шықпайтын шығармын. Кредитім бар екен, пенсияға шығып кетіп жатсам, кредитті кім төлейді деген сияқты. Сондай бір мәселелер шығуы мүмкін. Өйткені сол жұмысқа қатысты энергия жүріп тұр, жұмыста көп бір жұмысқа қатысты бір маңызды шешім қабылдауларыңыз мүмкін. Осындай мәселе. Енді золотой замок жұлдызы келеді. Как бы бір жерге салған ақшаңызды қайтадан алуыңыз мүмкін. Үй соғайын деп жатырмын, машина алайын деп жатырмын деп. Өйткені біреуге бере тұрған ақшаңыз ба, әлде бір жерге қойған, банкке, депозитке қойған ақшаңыз ба, өзіңізге қайтып келеді, қолыңызға ұстайын деп тұрсыз сол ақшаны деп көрсетеді. Алып оны біреуге бересіз. Және осы айда жұмыс көп.
иә, процветание жұлдызы өте көп жұмыс алып келеді. Бірақ активный болсаңыздар, жақсы нәтижеге жетесіздер жұмыста. Және сіздерге жақсы адамдармен араласасыздар. Бұл осылай да бір жұмыстың энергиясы жақсы, білмеймін енді. Либо үйге адам жалдап жатсаңыздар, үй соғуға, иә, как бы бір-ақ адам келмейді ғой, бір-екі адаммен келетін болса. Жақсы адамдарды жолықтырыппын. Либо жақсы адамдарды жұмысқа алыппын деген сияқты, иә. Коллективный бір адамдарды. Либо өзім жақсы коллективте жүргенмін, оказывается. Осы уақытқа дейін білмеппін деген сияқты бір түсінік келуі мүмкін. Енді бір 8 адамды аласыздар ма? 8 адам жақсы екен дейсіздер ма? Әйтеуір ішінде 8-і бар. Енді сіздерге как бы агрессивный болма, қырсық болма, қояндар. Как бы қалай болса да мен оны жеңем, қалай болса да мен ананы алам деген сияқты агрессивті болма. Сабақты ине сәтімен барлық нәрсе Алланың қалауымен, Алланың қалаған уақытында болады. Главное, ниетін түзу болсын. Тілегімді тілей беремін, жұмысымды істей беремін десеңіздер, барлығы өзі реттеледі деп көрсетеді. Және сіздерге травма алып қалу мәселесі тұр. Әсіресе осы қой айында жоғарыдан зат түсуі мүмкін, абайлаймыз. Либо сіздер жоғарыдан зат түсіп травма алып қалуыңыз мүмкін, либо просто өзіңіз құлап қалып жоғарыдан, иә, травма алып қалуыңыз мүмкін, либо келе жатып кішкентай ойпат жерден аяғыңыз сүрініп кетіп құлап қалуыңыз да мүмкін. Абайлаймыз денсаулықты. Әрі қарай. Енді қояндарға барлығы айтылды, көп ақша келеді деп айттық. Егерде сіздің болжамдарыңыз клиентке жұмыс істейтін адамдарға мен жұмыс істемеймін, үйде отырамын дейтін болсаңыздар, қояндар, осайда су сатып жақсы ақша табуларыңызға болады, немесе білімдеріңізді сатып жақсы ақша табуларыңызға болады, қыздар. Главное, активный болыңыздар, өзіңіздің сондай позитивте, активный екеніңізді көрсетіңіздер. Қазір 9-шы период онлайнның периоды ғой, сондықтан өздеріңізді онлайн көрсетіңіздер. Мен доставка мысалы жүремін, компот қайнатып жатырмын, либо осындай напиток жасап жатырмын. Онлайн доставкамен суларыңызды ыстық күнде шөлдесеңіздер, салып жіберем десеңіздер, саудаларыңыз жақсы жүреді. Немесе жаңағы мұздай көже, су, адамның шөлін қандыратын су. Осылай, әрі қарай қояннан кейін ұлуларға қой айында, мына жерде енді жаңа ұлу жылы PDF ұқсайтын болғасын, осы нені пайдаландым деп айтып жатырмын, 26-шы жылдікін емес. Енді басайық. Ұлулар, ұлу жылы болсаңыз, немесе апрель айында туылған болсаңыз, база картаңызда ұлу бар болатын болса, сіздерге саяхат, жол жүру, командировка, жұмыспен немесе былайынша білмеймін, енді өте пландар көп болып тұр. Жұмыс өте көп. Либо өзіңіз алға мына жұмыстан шығып мынандай жұмыс жасасам, үйден бір нәрсе жасап сатсам деген сияқты пландарыңыз болып тұр ма? Әйтеуір жұмысқа қатысты көп жүгіріс, көп пландар болып тұр. Көп шапқылау немесе көп жол жүру, сондай алып келеді. Енді бұл жұлдыз, небесная лошадка именно жұмысқа қатысты саяхат, именно жұмысқа қатысты пландар, жұмысқа қатысты жүгіру мәселелерін әкелуі мүмкін. Егер сіз спортсмен болатын болса, бұл да жақсы, активный болсаңыздар, бұл жұлдыз өте-өте жақсы энергиясын алып келеді. Либо онлайн жұмыс жасаңыздар, мен осындай нәрсе сатамын, либо менің қызметім осындай деген сияқты. Онлайн да шығыңыздар. Өйткені небесная лошадка, либо саяхат, либо онлайн шықсаңыздар, жақсы энергиясын береді. Осайда маған ешқандай жол жүрейін деп тұрған жоқпын. Активный болайын десем, үйден шыға алмай отырмын дейтін болсаңыздар, сіздің жолдарыңыз онлайн. Хотя бы WhatsApp-тың статусына салыңыздар. Ол кезде жақсы ақша келеді. Және тағы бір жұлдыз келіп тұр, екінші жұлдыз, жаңа орта, жаңа жұмыс, жаңа бір жұмыс жасау, қолдарыңызда бір жаңа бір нәрсе жасау, как бы бұл жұлдызда адамдармен жақсы қарым-қатынас болсаң, көп шапқылайтын болсаң, үйде отырмай. Мен үйде жұмыс жасамаймын, мен негізі қалай көп шапқылаймын дейтін болсаңыздар, как бы
үйде көп шапқылай беріңіздер, үйде жүгіріңіздер, иә, хотя бы. Әйтеу активный болсаңыздар жақсы энергиясын береді. Енді сіздерге бір жағынан осы айда звезда процветания келіп тұр, осы шілде айында. Жақсы жұмыс істейтін болсаң, именно сенің қолыңмен істеген тірліктен жақсы ақша келеді. Және қандай қиындықтар болса да, осы айда қиындықтарды жоямын деген жұлдыздар. Жұмысқа қатысты жұлдыздар, ақшаға қатысты жұлдыздар өте жақсы келіп тұр. Сіздерге не ойласаңыз істей бер, главное, активный бол. Сол кезде жақсы ақша табасың деп. Минус жұлдыздардан келіп тұрған, бұралған тіл жұлдызы келіп тұр. Ол сіз туралы әңгіме. Либо конкуренттер, немесе сіздің қолыңыздан ешнәрсе келмейді, оның заттан алма, менің затымды алыңдар деген сияқты. Сондай конкурент, әйтеуір сіз туралы әңгіме, өсек айту. Оларға апрель айында туған болсаңыздар, сіздерге де жатады. Және біреудің жұмысын атқарма, біреудің тірлігін жасап беремін деп мойныңа алма. Әйтеуір біреудің ісін істеме, тек өзіңнің жұмысыңды ғана істе. Өйткені біреуге көмек беремін деп қайта сол адамның өзінен сен кінәлісің мен жұмысымды істеп беремін деген қиындық. Қиналып қалуыңыз мүмкін, өзіңізге жала жабуы мүмкін. Енді БЦ картаңызда ұлу бар болатын болса, егер де сіз металл болсаңыз, онда ұлу сіздің мамаңыз, иә? Немесе мамаңыздың ер бауырлары. Енді сіздерге айтарым, және картаңыз бойынша да қарау керек. Қан тапсырыңыздар. Давлениені абайлаймыз, жүректі, көзді абайлаймыз осы айда ұлуларға. Және ұлулар сіздерге штор жұлдызы қосымша келіп тұр. Ол штор жұлдызы активацияланады, жұмыс жасайды, егер сіз біреумен конфликтке келсеңіз, егер сіз біреуді әңгіме қылсаңыз, және біреуге үміт артқанды қой, қазір даже балдарға үміт артпа. Анау маған жасамады, неге сендер айтпайсыңдар, неге сендер олай қылмайсыңдар, біреуден үміттене беру қой деп тұр да. Бүгіннен бастап біреуге үміттенуді қой. Қазір 9-шы период, оның үстіне мына энергиялар шілде айында өзің опық жеп қалуың мүмкін. Өзіңе әңгіме болып келуі мүмкін сол үміт артқаның, өйткені скрученный язык, что жұлдызымен қатар кеп тұрғаны. Ешкімге үміт артпа. Денсаулығыңа қара, қан тапсыр, көп металл тақ осы айда. Өзіңе ғана сенсең, барлығы жақсы болады. Біреуге сену сізге ешқандай болмайды. Сізге ол қайта конфликт, денсаулықтың дұрыс емес, ақшалай қиындықтар алып келеді. Әрі қарай жыландар, жыланушкалар. Жылан жылғы болсаңыздар, немесе май айында туылған болсаңыздар, базы картаңызда жылан бар болатын болса, бұл болжамды тыңдайсыз, сізге де әсер болады. Енді жыландар, жылан жылғыларға, сіздерге жыландарға золотая карета жұлдызы келіп тұр. Бұл абыройыңыздың артуы, жақсы атыңыздың шығуы, және ақшаға қатысты бір сәттілік келеді. Жақсы адамдармен жолығасыз, жақсы адамдармен сөйлесесіз, және золотая карета недвижимостьке қатысты энергиясын алып келу мүмкін. Недвижимость алу, сату, машина алу, либо саяхат, либо ата-анаңыз ба, либо өзіңіз ба. Егерде май айында туылған болсаңыз, ата-анаңыз да недвижимостьке қатысты жақсы энергиясы жүріп жатыр ма осы айда. Және жақсы адамдармен қарым-қатынас, жақсы адамдармен араласу жұлдызына келеді. Путешествующая лошадка, дәл солай золотая карета недвижимостьке қатысты бір жағынан саяхат болатын болса, путешествующая лошадка дәл солай осы айда саяхат жұлдызы. Жолға шығасыздар, көп саяхаттайсыздар, либо көп шапқылауларыңыз мүмкін. Ешқандай саяхатқа шыққан жоқпын, ешқандай жол жүрген жоқпын дейтін болсаңыздар, онда сіздерге атша шапқылау, азында үйден кету, кешке дейін атша шапқылау, үйге кешке зорға кіріп, төсегіме зорға жаттым, зорға жеттім бөлмеме деулеріңіз мүмкін. Енді нефритовый чертог келіп тұр, ол нефритовый чертог жұлдызы как бы уже бар жұмысыңыздан жақсы ақша келу мүмкін, либо ақшаңызды, айлығыңызды көбейтейін екен. Немесе қосымша тағы бір мүмкіндік келіп қала ма жұмыс жасайтын. Как бы бұрыннан бар, либо бұрыннан депозитке салып қойған ақшаңыздан
бір жақсы ақша түсе ме екен осы айда. Өйткені қазір салып тұрғаныңнан емес, бұрынғы жұмыстан, бұрынғы бір депозит салғаннан бір ақша түседі деп көрсетеді. Және осы айда денсаулықта байлаймыз, энергияңыз өте төмен, өзіңізді өзіңе қамқорлық жасауың керек бірінші орында. Өйткені ментальный, физический денсаулығыңды қарамасаң, энергия өте көп болады. Похоронный гость деген. Сондықтан энергияңды көтер, массаж жау, денсаулығыңды көтер деп көрсетеді. Енді небесная собака жұлдызы да тұр. Бұл жұлдыз кәдімгі шрам қалу ма? Өйткені небесная собака келген кезде біз операция жасатпақ қой, егерде шрам көрінетін жерге жасайтын болсаң, шрам маған керек жоқ дейтін болсаң. Өйткені жарақат, либо операция жасайтын болсаңыздар, шрам үлкен болып, кәдімгі көзге көрінетін болып, кетпейтіндей сондай рубец, шрамдар қалады. Егерде осы айда мен пластический операция жасайын деп тұрмын ғой енді дейтін болсаңыздар, басқа қайға қойыңыздар. Өйткені пластический операция жасауға болмайды бұндай небесная собакада, және пилинг жасауға болмайды. Қыздар жағы, ұлдар да жасатып жатыр, 9 периодта. Сосын травма алып қалудан абайлаймыз. Өйткені шрам қалады, травма алып жатсаңыздар. Және сіздерге қосымша жұлдыздардан сіздерге айтарым, денсаулықта байлаймыз. Енді жаңағы сіздерге похоронный гость келіп тұрғаннан кейін үйдің үлкендерінің денсаулығы, абай болыңыздар, денсаулығына қараңыздар, өзіңіздің денсаулығыңыз, үйдің үлкендерінің денсаулығы, хабарласып тұрыңыз, жағдайын сұрап тұрыңыз, кейін өкініп қалуыңыз мүмкін. Және өзіңіз денсаулығыңызға қараңыздар, дәрігерге барыңыз міндетті түрде. Зрение, давление, инсульт, инфаркт мәселесі сіздерде де бар, жылқылар сияқты, жаңа ұлғылар құсап. Және сіздерге де айтарым, ешкімге сенім артпа. Анау жасамады, мынау жасамады, либо біреуден бір нәрсе күту сізге болмайды. Осы айда әсіресе өзіңіз жасаңыз, ешкімнен үміт күтпеңіз, ешкімге үміттенбеңіз, ешкімді әңгіме қылмай қойыңыздар. Осылай. Сіздерге де сол металл көп тағыңыздар, қан тапсаңыздар осы айда, сол кезде жақсы энергиясы жүреді. Әрі қарай бізде жылқылар, лошадкалар, жылқы, либо июнь айында туған болсаңыздар, база картаңызда жылқы бар болатын болса, бұл да сізге болжам жатады, сіздерге. Енді жылқы как бы жылқылар казалармен каза айында, мысалға бағана, егерде қазір мен қойды айтатын болсам, қой айында туылғандар, либо қой жылқылар, осы жылқы жылында сіз әдемілене түсесіз деген сияқты. Енді жылқыларға да дәл солай, жылқылар, база картаңызда жылқы бар болатын болса, қой айында сіздер әдемілене түсесіздер. Картаңызда слияние жүреді. Адамдармен көп араласасыз, достарыңыз көбейеді, бұрында араласпаған достарыңыз келуі мүмкін. Бір жағынан стресс азаяды, спокойный, демалып жатырмын, керемет, наслаждение алып жатырмын, бір рахат демалыс болатын ай деп көрсетеді осы айда. Бір жағынан, либо өзіңіз айтуыңыз мүмкін. Мен ешкіммен араласпаймын осы айда, мені мазаламаңдар, менің орныма анау бару мүмкін, менің орныма мынау барады, мен сендермен араласпаймын осы айда деген сияқты, сондай бір мәселе жүруі мүмкін. Как бы Бог покойға келіп тұр. Бәрін покойға алдырамын, мен өзім покойда боламын деген сияқты. Либо ол ұрыс керіспен, либо просто жай. Және звезда интеллекті келіп тұр сіздерге осы айға, жылқыларға. Керемет ойлар, ақша табу жағынан, либо білім алу жағынан жақсы ойлар келеді. Алдағы уақытта немен айналысам дейтін болсаңыздар, осы айда шешім табасыздар, либо жұмыста өсу болуы мүмкін, либо осы жұмыспен айналысамын мен алдағы уақытта, осыны оқып алайын деген сияқты. Оқып алуыңызға да болады, өйткені учебный зал, звезда интеллект екеуі, как бы жаңа келген білімді жақсы сіңіре аласың,
жаңа білімді оңай игеріп кетесің деген сияқты сондай жұлдыздармен жүреді, энергиясымен жүреді. Небесная кухня жұлдызы: көп тамақтанасыздар, салмақ жинауларыңыз мүмкін. Менде и так артық салмақ бар, артық салмақтан құтыла алмай жатырмын деулеріңіз де мүмкін. Иә. Өйткені көп тәтті тамақ болады. Либо сіз көп тәтті тамақ істеп қонақтарды шақыруыңыз мүмкін, либо көп тәтті тамақ істеп сізді шақыру мүмкін, либо тамақ жасап тамақ сатуларыңыз мүмкін. Иә. Июнь айында туылған болсаңыз да шілденің 8-іне дейін энергия сізге жүреді. Иә. Либо тамақ істеп сататын бір сондай кішкене ресторан ашуыңыз мүмкін. Кішкене демей ақ қойғышы. Және салмақ қосуларыңыз мүмкін деп айтылды, иә. Енді денсаулыққа байлаймыз. Стресстің кесірінен бір либо әр нәрсені ойлап, анаған ренжіп тұрмын, мынаған ренжіп тұрмын дегеннің кесірінен ұйықтай алмау бір жұлдыз келеді. Абайлаймыз, иә, денсаулықты қараймыз, давлениені. Енді жылқыларға тағы қосымша ақпараттан мошенникке алданып қалмаңыздар. Өйткені феншуй бойынша 5-7 жұлдызы келіп тұр. Және әңгіме сөз. 7 жұлдызы тіспен проблема, тамақпен проблема, тамаққа қатысты сондай бір ангина, бір мәселелерін алып келуі мүмкін. Денсаулықта, тіс, ауыз қуысы, ауызға, тілге қатысты бір мәселелер, стоматит, сондай. Және екіншісі ол әңгіме сөздің болуы. Өсек сөз, содан бір құтыламауыңыз мүмкін. Өсек сөз шамалы қиыншылығын алып келеді. Енді осы айда бір маңызды еш нәрсені өзгертпейміз. Осы айда қарыз бермеңіз, қарыз алмаңыз. Ешкімді әңгімелемеңіздер осы айда. Барынша тыныш өткізіп, жұмысыңызды ғана пландасаңыздар, оқуларыңызды, қонақ шақырту мәселелерін. Енді сіздерге как бы операция жұлдызы да келіп тұрған сияқты, енді абайлаймыз, денсаулықты қараңыздар. Қан тапсырыңыздар. Және тағы не айтуға болады сіздерге? Просто осы айды тыныш өткізіңіздер, денсаулыққа қараңыздар. Осылай. Ары қарай. Қойлардың өзіне келдік. Қой жылғы болсаңыз, немесе шілде айында туылған болсаңыздар, база картаңызда қой бар болатын болса. Қойлар, қой айында бір жағынан, жылқы жылында сіздер осы жыл әдеміленіп тұрсыздар. Және осы айда көп бір салмақ жинап алуларыңыз да мүмкін, абайлаймыз. Өйткені көп тамақ жеу, тәтті тамақ жеу жұлдызы бар. Бастаған ісіңізді аяқтаңыз. Өйткені тәтті тамақ жеу, салмақ келген кезде жалқаулық та келеді. Бір істі бастап аяғына дейін жеткізмеймін. Қорсынша біреу бір күні істеп бітірермін деген сияқты энергия келеді. Ол шамалы ақшаңызды кедергі алып келуі мүмкін. Бірақ бұл жұмыста мен ешқандай ақша тауып жатқан жоқпын. Айлық келмейді бұл жұмысқа. Мен үйдегі жұмысым дейтін болсаңыз да, бұл энергия. Басын бастағаннан кейін аяғына дейін жеткізіңіз. Ақша келеді, ақша деп бір алдыңызға мотивация алып қойып алсаңыздар, сол кезде бітіресіздер. Планмен жүр деп көрсетеді осы айда. Ұрыс керіс өте көп болады. Абайлаймыз. Неге ананы жеткізбедің, неге мынаны жеткізбедің, неге мынаны жасап тастамадың, сенің бір шамалы ауруың бітпеді ғой деген сияқты. Өйткені қойларда осы жыл буын ауруы, иттерге де буын ауруы келіп тұр ғой. Буынды абайлаймыз. Артық салмақ ретінде, сонда абайлаймыз. Енді сіздерге әсіресе картаңыз водоян, водоинь болатын болса, қой болсаңыз, сіздерге жақсы ақша келуі мүмкін осы айда. Сосын бір жұмыс алатын болсаңыз, бір ұзағынан созылып кететін жұмыс емес, бір қысқа мерзімде тез бітетін жұмысты алыңыздар деп көрсетеді. Сол кезде тез бітіресің. Жақсы ақша келеді сол кезде. Ойларға енді қосымша ақпарат беретін болсақ, әйел адамдардан көмек келуі мүмкін. Қой әйелдерге жақсы энергиясы жүруі мүмкін. Барлық қойларға шілде айында туылған болсаңыз, енді қой бар болатын болса, сізге айтылып тұр бұл сөз. Қазір қиын болса, қазір өміріңде қиындық болып жатса, кейін жақсы нәтижеге жетесің. Именно қой жылғылар, либо шілде айында туылғандар, Сатурн планетасы, карма планетасы сіздерге қарайды. Сондықтан сіздерге дисциплина қажет. Өйткені сіздер дисциплинаны бұзатын сіздер, Сатурн қарайтын сол сіздерге. Именно сіздерге сол анаңызбен өміріңізде қиындық алып келеді. Әкеңіз де анаңызды ренжіткен болуы мүмкін. Және анаңыздың да сол ер адаммен, әкеңізбен
өмірінде бір оңай болған жоқ, ажырасып кетті, либо әйтеуір ит пен мысық сияқты түсіріп жатыр деген сияқты. Сатурн планетасы да әкесі шешесін көп ренжіткен, сондықтан әкесіне бір реніш бар. Әсіресе сол шілде айында туылғандар немесе қой жұлғалар көбінесе әкесіне реніш болатын, мамасынан гөрі. Егер де мамам бұлай маған қарым қатынас жасамайтын еді, әкем болса деген сияқты бір сондай мәселелер. Иә, сондай реніш, ешкімге ренжімейміз. Ешкімді жамандамаңыздар. Осы айда негативтен құтылу үшін сіздерге ешкімді жамандамаңыздар. Жұрт туралы тек жақсы нәрсе айтыңыздар. Сол кезде барлық проблемадан жақсы айналып өтесіздер деп көрсетеді. Сіздерге әйел адамдарға салмақ қосуларыңыз мүмкін, ер адамдарда дәл солай, иә. Бірақ әйел адамдарға денсаулықтарыңызға қараңыздар деп айтар едім. Женский жақтарыңызға өткен келер жолы онкология мәселесі, миома-киста мәселелері қозғалады сіздерде. Ер адамдар дәл солай. Және ер адамдарға алкоголь ішпеңіздер осы айда. Иә. Әйел адамнан көмек болады дедік. Ремонт мәселесі болуы мүмкін. Иә, либо үйге шығындалу, үйге қонақ көп келетін болып, сондай дастарханға қайта-қайта ақша шығарасыздар ма? Және главное денсаулыққа қараңыздар. Иә, өкпе өйткені тері мәселесі бір шығып тұр. Өсек айтпаймыз, сіз туралы әңгімелеуі мүмкін жұрттың, бірақ сіз ешкімді әңгімелемей жақсы жағынан мақтайтын болсаңыздар, айналып өтуге болады. Иә, әрі қарай. Мешін жылғы болсаңыз, батыс картасында мешін обезьяна бар болатын болса, иә, немесе батыс картаңызды қараңыздар, любой жерінде. Август айында туылған болсаңыздар, сентябрьдің 7-сіне дейін сіздерге бұл болжам арналады. Енді мешіндерге бастаймыз. Мешіндерге маймылдарға, иә, мешін, маймыл, обезьяна деп тұрады, енді бұл белгі ғой, енді сіздерді мазаққа емес. Сіздерге красный феник жұлдызы келіп тұр. Бұл әдемілік. Бұл егерде жалғызбасты болатын болсаңыздар, танысуға жақсы. Как бы жұртқа сізді әдемі қылып көрсету, бірақ енді қызғанып қалмасын, мен басым босым естейтін болсаңыздар, өйткені сіз адамдарға магнит боласыздар. Адамның барлығы сізбен сөйлескісі келеді, сізбен дос болғысы келеді. Осы айда көп адамдармен араласу болады. Небесный благородный, ақшаға қатысты көмек, былайша көмек беру мүмкін адамдардың. Небесная фортуна, жақсы мүмкіндіктер келеді. Өте жақсы сәтті ай. Осы айда шілденің 7-сінен кейін мүмкін лотерея алып көріңіздер. Егер де ұтып жатсаңыздар, маған хотя бы отзыв жазыңыздар, иә. Небесная фортуна келіп тұр. Егер де август айында туылған болсаңыз, егер де обезьяна сізде күнде тұратын болса, күйеуіңізге алдырыңыздар. Либо сізде менде обезьяна уақытта екен, 15 пен сол 17 жарымға дейін туылғанмын дейтін болсаңыз, балдарыңызға алыңыздар лотереяны. Жақсы ұтуы мүмкін, өйткені небесная фортуна, небесная благородныймен келгенде өте жақсы сәттілік. Өміріңізге де бұл сәттілікті жұмысқа пайдалансаңыздар болады, бірақ денсаулықта байлаңыздар, именно теріге байланысты, өкпеге байланысты, тұмау мәселесі қайта-қайта шығуы мүмкін, жөтеліңіз кетпеуі мүмкін. Абай боламыз. Енді минус жұлдыздардан да дәл солай, плюс жұлдыздар қалай көп келсе, минус жұлдыздарды дәл солай келіп тұр сіздерге. Ол небесная пустота, одиночество жұлдызы, негативная ци жұлдызы келіп тұр. Бұл өзіңізді жалғызсырау, адамдардан көмек, сәттілік жұлдызы келіп тұр дегенмен, іште депрессия, либо іште стресс. Ешкімнің көмектескісі келмейді, ешкім мені түсінбейді деген сияқты. Бірақ басқа жұлдыздар сіздерге айтып тұр. Сен ешқандай алға қойған планыңды біреуге айтпа. Либо сіз мен сияқты аудиториямен жұмыс жасайтын болсаңыз, сіздер пландарыңызды айтуға болмайды. Либо жеке өміріңізді, өйткені біреу түсінбеуі мүмкін, сол мәселе жөнінде бір өсек сөз әңгіме болуы мүмкін. Өйткені өсек сөз әңгіме жұлдызы сізге де жүріп тұр. Просто ешкімге айтпай-ақ қой, өз жеке өміріңді, қазіргі проблемаңды ешкім түсінбейді, және ол өсекке айналып кетеді. Главное, өз жұртты мақтасаңызшы осы айда. Өзіңіз туралы еш нәрсе айтпаңыз, жұртты мақтай беріңіз, өзіңізде де барлық жақсы, болады деген сияқты. Уәде бермеңіз. Уәдеңізді орындай алмай қалуыңыз мүмкін. Өз затыңызға абай болыңыз, зорлатып алуыңыз мүмкін затыңызды. Және ешкімге әңгімелеме дедім, енді тағы не? Кожа мәселесі айтылды, осылай.
сәттілік. Либо лотерея алыңыздар, бір өзіңізге, біреу маған почтамен салып жіберсеңіздер болады. Иә, осындай кезде өзім неше жылға болмай қалдым деген сияқты бір сондай өкініш болады, иә. Қыздар, осындай өте сәттілік. Главное, ана негативный жұлдыздарға берілмейміз. Иә, өзімізді жалғыз сезініп, мен жалғызбын, мен түсінбейді, күйеуім мені жақсы көрмейді, әйелім жақсы көрмейді деген сияқты. Именно осы энергияны, жаман энергияны қарым-қатынасқа жұмсап алмаңыздар, әйтеуір ұрысып қалып. Иә, осылай. Тауықтар, тауық жылғы болсаңыздар, сіздерге осы айда именно жұмыста жақсатын шығады. Жұмыста болсын, жұмыста болмасын, либо үйде жақсатын шығады осы айда. Либо сіз туралы айтуы мүмкін. Иә, кеше ғана жұмысқа кіріп еді, жақсы жетістікке жетіп жатыр, либо айлығы жақсы екен мынаның деген сияқты бір мәселе. Және как бы бұндай жұлдыздар келгенде мен айтар едім, өзің туралы тек жақсы сөйле, өзің туралы жақсы айт. Либо осы айда өздеріңіз мақтаншақсыздар ғой, негізі өздеріңізге қарап қалған. Иә, бұл туралы өзіңіз туралы тек жақсы айту керек. Мен осындай, мен жақсымын, мен сөзімде тұрамын, мен сондай сұлу жігітпін, либо сұлу әйелмін, мен сұлу қызбын деген сияқты. Бірақ енді похоронная дверь келіп тұрған кезде документтерімізді абайлаймыз. Иә, виза, документ мәселелері. Ол бір жағынан өзіңіздің денсаулығыңызды, энергияңызды көтеру керек болатын болса, ол екінші жағынан үйдің үлкендері, денсаулықтарына қараңыздар, хабарласып қойыңыздар, барып келіңіздер, жағдайын сұраңыздар. Кейін өкініп қалуыңыз мүмкін. Иә, және енді қосымша жұлдыздардан тауықтарға как бы отбасы, туылған-туысқандары сіздің үйіңізге жиналуы мүмкін, либо просто бас қосасыздар ма бір жерде. Иә, жақсы жаңалық келеді деп көрсетеді. Өзіңіз бір ұрыс-керісті бастамаңыздар, өзіңіз ұрыс-керісті іздеп шықпаңыздар, және документке абай болуыңыз деп көрсетеді. Өйткені документке қол қоярда, либо документті жинап жүргеніңізде жоғалтып алу мәселесі, именно документке қатысты ұрыс-керіс болады деп көрсетеді. Абай боламыз. Осы ай өте сондай бір жұмысы көп, әңгіме сөзі көп, араласуы көп, сондай жаңалықтарға толы. Как бы именно ашу үстінде тұрғанда шешім қабылдамаңыздар. Иә, үйдің үлкендердің денсаулығын қараймыз, азартқа бермейміз. Карта, ойын, сондай бір ойындарға кіріп кетпеңіздер. Как бы именно лотерея аламын деп, либо ойын, құмар ойын ойнаймын деп. Иә, сондай бір ақша шығу болып кетуі мүмкін. Абайлаймыз. Өтке, бауырға қараңыздар денсаулықта. Өйткені өтте тас көп, соны тас алдыртамын деген сияқты бір мәселе жүруі мүмкін. Сіздерге не айтуға болады аға? Қарыз берме, қарыз алма, алуың қиындалып қалады, ақша көп шығындалуы мүмкін осы айда. Енді бұндай энергия келген кезде көбінесе мен енді жаңа инстаграмда прямой эфир жүргізгенде айтып жүретінмін, кішкене шым-шым тұз салып, су ішіп жүріңіздер, көп су, иә, шым-шым тұзбен. Енді көп тұз салып, арасында есіңізге түскенде шым-шым тұз салып, су ішіп жүрсеңіздер, шамалы оттың энергиясын басады. Ары қарай ит жылғы болсаңыз, немесе октябрь айында туылған болсаңыздар, иә, сіздерге осы айда луна жұлдызы келіп тұр. Луна ол интуицияңыз күшті, жақсарады, интуицияңыз сең. Ақша келеді, иә, қарызыңыз кетуі мүмкін, қарыз жабуыңыз мүмкін. Тағы басқа жұлдыздармен. Ал луна ол әйел адамдардан көмек келеді сізге. Әйел адамдар бір ақыл айтуы мүмкін. Әйел адамдармен қарым-қатынасыңыз жақсарады. Егер де сіз әйел адам болатын болсаңыз, осы айда денсаулығыңыз жақсаруы және қарыз жабуыңыз мүмкін. Ер адам болсаңыз да энергия жүреді, бірақ әйел адамдарға қатты, өйткені луна келіп тұр. Егер ер адам болатын болсаңыз, әйел адамдар сізге көмек келеді. Әйел адамдармен қарым-қатынасыңызды жақсартуға тырысыңыздар. Өйткені энергия әйел адамнан. Әйел адаммен қарым-қатынасыңыз жақсы болса, қарыздан құтыласыздар. Танфу жұлдызы ол өте жақсы, керемет, супер жаңалық, қуанасыздар. Бір жағынан иттерге
қой айында екі жер болып тұрғаннан кейін біреу земля ян, біреу земля инь, земное столкновениенің жартылай комбинациясы жүргеннен кейін жоғары заттан қорқып қалмаңыздар, буында байлаймыз. Осы жылдың өзінде энергиясында буын мәселесі сіздерге шығып тұрған. Осы айда да абай боламыз. Земляное наказание негізі жоғарыдан құлап қалу, жоғарыдан зат сізге құлауы мүмкін. Жолдан абайлап өтіңіздер, машинаны абайлап айдаңыздар. Немесе просто кішкентай кәдімгі жолмен келеді, кішкентай ойдың өзінде сондай бір сүрініп құлап қалу деген сияқты мәселелер жүреді. Бірақ онымен жарақаттан бөлек, денсаулықтан бөлек земляное наказание шамалы адамдарға эго әкеледі. Бұрынғы қарызыңызды сіз қарыздан құтылу, бір ақшаға қатысты шамалы уже жабылған көріп, өзіңізге бір қазақша айтады ғой, енді кеудеме намысты эго ойнап кетеді. Менсінбей соны да білмейсің, ананы істей салмайсың, мынаны ала салмайсың, ама Құдай-ау деп жағы шығатын иттерді білемін мен. Егер де сәл болса да көкірегіңізде намысып, адамдарда менсінбеушілік болатын болса, шамалы дұрыс емес энергия келуі мүмкін. Сол арқылы әңгіме сөз бұрынғы сіздің бір секретіңіз ашылып қалуы мүмкін. Сондықтан осы айда заземленность, салмақтылық. Өзімше болмаймыз. Менде де осы күн болды басында. Мен бірден топе тағып өмірге жеткен жоқпын деген сияқты өзіңізді шамалы орнына келтіріп тұрыңыздар. Егер де эго ойнайтын болса, сол өкпе, ұрыс, қарым-қатынаста сондай бір ұрыс-керіс болуы мүмкін. Сенімсіздік болуы мүмкін. Главное, өзімізге сенеміз, иттер. Енді қосымша ақпараттан главное, сол эго ойнап кетпесе болды. Енді денсаулықта сахарный диабет, жүрек, енді буын аурулар бар деп тұр қой, енді жастар жерге көрінесіздер ме? Өйткені ауру тоқтайды деген жұлдызда бар болса, екіншіден ауруыңа как бы врачқа бар, асқынып кетуі мүмкін. Өткен земляное наказание именно сахар, инсульт, жүрек, бауыр мәселесін қарайды. Бауыр енді соңғы орында. Өйткені ас қорыту болмағаннан кейін кейіннен бауырға барып ұрады ғой. Буын ұрады, абайлаймыз. Әйел адамдармен, именно ер адам болсаңыз, әйел адамдармен ұрыс-керіс, сөзге келіспей қалушылық. Әйел адам болсаңыз да, әйел адамдармен келіспей қалушылық болады. Өсек сөз, ақша мәселесінде бір өсек сөз болуы мүмкін. Егер де сіз жағы эгоңыз ойнатпасаңыз болмайды. Егер де эго ойнатсаңыз, бір осы бұрынғы қарызыңызды айтып па, либо ақша туралы айтып па, әйтеуір, либо банк келуі мүмкін, айтпақшы. Либо банк мәселесі. Кредитін как бы тоқтаттық, кредиттің өзін төлеңіз деген сияқты бір мәселелер бола ма, әйтеуір. Бірақ сіз қарыздан құтылу керек деген сияқты жақсы жұлдыздар бар, айналып өтесіз деп ойлаймын. Осылай. Көп металл тағып жүріңіздер, дәрігерге көрініңіздер, барлығы жақсы болады. Енді доңыздар, доңыз ушкалар. Осыдан кейін жағы сиырлар туралы тағы ақпарат айтып өтемін. Енді сәл ғана шыдасаңыздар. Одан кейін феншуй ақпарат. Енді мағлұмат көп болып кетті. Ютубтан X1,5, X2 деп айналдырсаңыздар болады. Мына жерден настройкасынан. Егер де жай сөйлейтін болсам. Доңыздар. Доңыздарға жақсатын шығады осы айда. Өзіңе сен. Главное, өзіңе сенуің керек. Қиындық шешіледі. Қазына жұлдызы келіп тұр. Үйден қарсы сұрап жатсаңыз, немесе кредит алам дейтін болсаңыз, осы айда сізге кредит береді. Қарсы ақша береді, ақша келеді. Сұрап тұрған ақшаңызды. Именно біреуден ақша сұрап тұрсаңыздар. Кредит одобрить етуі мүмкін. Как бы юридический проблема бар, документтерге абай боламыз. 5 духов шамалы жалып келуі мүмкін. Бір әңгіме сөз болуы мүмкін, сен туралы әңгімелеуі мүмкін. Абай боламыз. Главное, өзіңізге сенсеңіз, қиындықтың барлығы шешіледі деп көрсетеді. Доңыздарда. Енді доңыздарға қосымша тағы ақпарат айтатын болсам, буынға, жүрекке, как бы давление мәселесіне абай бол. Көп металл тағыңыз сіздерге де. Дәрігерге барыңыз деп айтар едім. Және жұмысқа қатысты жақсатын шығады деп айтып жатырмыз ғой. Үйдегілердің өзің денсаулығыңа қара. Өсек сөз, әңгіме сөз болады. Бірақ сол өсекті естіп алып, өзіңді жеме, өзің самокомпания болмасын, денсаулығыңа қара, главный. Металл көп тағып жүріңіздер.
Және осы айда хронический ауруларыңыз обострение болуы мүмкін. Әйел адамдармен шамалы көп не алмайсыз ғой, енді араласпайсыз ғой. Өйткені әйел адамдармен басыңыз піспейді. Мүмкін енеңізбен ба, мүмкін өзіңіз мамаңызбен ба, мүмкін әпке сіңілдеріңізбен ба, әйел адамдармен конфликт. Осылай. Енді бізге қазір феншуй бойынша энергия кетеміз. Бізге енді главный база картаңызда сиыр бар болатын болса, сиыр жылғы болсаңыз, немесе январь айында туылған болсаңыздар, февральдың 5-іне дейін, либо база картаңызда мына бүк болатын болса, мына жерде мен тақташым дұрыс солай. Енді қосылды. Мына жерде бүк бар болатын болса, база картаңыздың любой жерінде бүк бар болатын болса, осы туралы әңгіме қозғаймыз. Егер де сиыр жылда тұратын болса, бүк деп жаза берейік калькуляторның тілімен, либо бүк мына жерде тұратын болса, не болады? Мына дәл бүктің белгісі осындай. Енді бүк пен қазаның столкновениесі, қой мен сиырдың бір-бірін жек көреді, бір-бірін сүзіседі деп айттық. Қой мен сиырдың столкновениесі, екеуінің ішінде сандықша бар, жер белгісі болғаннан кейін. Бұлардың ішінде екеуі бір-бірімен сүзіскен кезде ішіндегі сандықшасы ашылып қалады, ақтарылып, сандық тышадан қайта бағана мен қой айында қойлар сандықшасына дерево, ол ағаш белгілерін бәрін тартып алатын болса, осы айда ағаш сізге қандай белгі, сізге кім, либо заттан не нәрсе екенін, сол нәрсе кетуі мүмкін дейтін болсам, ал картаңызда сиыр бар болатын болса, қайта ол ашылып кетеді, қайта қосымша тағы металл келеді. Егер де сіз сиыр жылғы болсаңыз, жаңа болжамды айтып өттім, просто айтып өттім. Енді қазір сиыр немді дұрыстап алайын тақташамда, 1 минут тұра тұрыңыздар. Жылда тұратын болса, егер де сиыр, ол жұмысқа байланысты, сырттағы адамдармен байланысты, бір жағынан сиыр жылда тұратын болса, сиыр жылғы болатын болсаңыздар, сіздерге мынандай столкновение, бұл қоймен бірге мынандай алып келуі мүмкін. Жұмыс, адамдармен қарым-қатынас, либо мен сатып жатқан затым өтпей жатыр, либо кешігіп жатыр, жай қозғалып жатыр, шамалы кешігу де проблема болуы мүмкін. Именно кешігіп келе жатыр, либо кешігіп істеліп жатыр, либо клиент келмей жатыр деген сияқты. Және адамдардан маған көмек келмей жатыр деген мәселе шығуы мүмкін. Ал егер де мына месяцта тұратын болса, месяц деген жерде, сіздің база картаңызда месяц деген жерде бүк тұр дейтін болсаңыздар, өзіңіздің тікелей бастығыңыз, бастықтың бастығымен емес, өзіңіздің бастығыңызбен, әке-шешеңізбен, достарыңызбен, немесе бауырларыңызбен шамалы конфликт болуы мүмкін, ұрыс-керіс, сөзге келіспей қалушылық. Олар қолдамады мені, либо жұмысыңыз ауысуы мүмкін, либо әке-шешеңіз көшуі мүмкін, либо жұмыс орныңыз көшуі мүмкін. Егер де бүк ден деген жерде тұратын болса, онда ол үй, ол күйеуіңіз, ол отбасыңыз, және денсаулығыңыз, денеңізге, денсаулығыңызға қатысты бір мәселе болуы мүмкін. Күйеуіңізбен шамалы столкновение, ол бәрібір стресс алып келеді. Бірақ мына бүктің ішінен және қойдың ішінен тағы металл шығады. Егер де сіз металл болатын болсаңыз, мына карта сияқты, мына бүктің ішінен қоймен соқтығысқаннан кейін, қоймен сүзіскеннен кейін, мынаның ішінен металл шығады. Металл кім? Металл ол сіздің бауырыңыз, металл сіздің достарыңыз, тағы бауырлар келуі мүмкін, достарыңыз араласпай қалған келуі мүмкін, немесе любовница мәселесі шығады тағы. Өйткені сіз сияқты белгі ғой, металл бүктің ішінен шығады. Және қойдың ішінен ақша шығатын болса, егер де сізде мына жоғары жақта осындай дерево белгісі бар болатын болса, любой жерде дерево белгісі бар болатын болса, онда сізге қосымша ақша жақсы. Ақша, еще любовница. Енді әркімнің кармасына қарай, либо достарым араласпай қалған. Күйеумен ғана араласып жүреді, менімен енді араласып жатыр деген сияқты.
бірақ ол бұрынғы менің таныстарым тұғын, либо менің бауырларым тұғын деген сияқты бір мәселе болуы мүмкін. Иә, әркімге әртүрлі. Енді сағатта бүк тұратын болса, ол балдар, ол біздің жұмысымыз, ол біздің жан жануарларымыз, ит күшігіміз, либо мен мал асыраймын дейтін болсаңыз, малдарыңыз, қарайтын ойларыңыз, армандарыңыз өзгеріске ұшырауы мүмкін. Енді сізде енді хранилище қалай ашылады дейтін болсақ, хранилище, егер де сіз мына жерде деревоян немесе дерево инь белгісі болатын болсаңыздар, сіз сияқты мына қойдың ішінен, қойдың ішінен, каза, қой ай ғой, қойдың ішінен сіз сияқты элементтің шығуы, деревоян дерево иньге, сіз егерде дерево-ян, дерево-инь белгісі болатын болсаңыз, мына жерде ден деген жерде, қой мен металл столкновениесі сіз сияқты элемент келуі мүмкін, және күйеуіңіздің мәселесі, власть, бастықтарыңызға қатысты өзгеріс болуы мүмкін, мамаңыздың атындағы тұрған недвижимостьке қатысты өзгеріс болуы мүмкін, және мамаңыздың денсаулығы, клиенттер көп келеді, дереваларға өзің сияқты адамдар көп келеді, көре алмаушылықта көп келеді, әңгіме сөзде болуы мүмкін, именно күйеуіңізге байланысты, либо өзіңіз сияқты элемент еще власттың элементі болғаннан кейін, дерево от, оттан жер, металл, металл сізге күйеу, металл шығады деп айтып тұр ғой, ол күйеуіңіз, либо бұрынғы жігітіңіз ба ойлап жүрген, либо бұрында бір жігіт болып, қыз бен жігіт болып жүріп еді, сол жігітті көріп қалдым деуіңіз мүмкін, как бы клиент көп келеді, көп зат сатуыңыз мүмкін, соған пайдалансаңыздар болады, дерево-ян, дерево-инь өзіңіз көрсетіңіздер. Егер де менің белгім огонь-янмын мен, либо огонь-иньмін дейтін болсаңыздар, картаңызда сиыр бар болатын болса, қой айы сіздерге ресурс, денсаулық мәселесі, денсаулығыңа қара, саяхат, өйткені огоньға дерево жана, дерево шығады деп айттық, дерево шығады және металл шығады деп айттық. Огоньға бұл денесі, денсаулығы, мамасы, әке-шешесіне қатысты, металл ол ақша, әке-шешесіне ақша шығаруы мүмкін, әке-шешесіне қатысты, либо недвижимостьке ақша шығаруы мүмкін, либо саяхатқа ақша шығаруы мүмкін, және бір қымбат әке-шешесіне қымбат зат алып берме, әлде өзі бір недвижимость алуы да мүмкін, өйткені қымбат зат алуы мүмкін үлкен ақшаға, огонь-иньдер, осындай энергиясы. Бір жағына күйеуіңіздің недвижимости арқылы ақша келуі мүмкін, огоньдарға, егер де әйел адам болсаңыздар, осылай. Папаңыздың мәселесі осылай шығады, либо любовница мәселесі шығады, ер адам огонь-инь болатын болса, осылай шығады. Енді менің белгім, земля менің белгім, мен земля-ян, земля-инь, либо мен земля-янмын, либо мен земля-иньмін дейтін болсаңыздар, земля деп тұратын болса, земля-ян, земля-инь белгіңіз болатын болса, картаңызда бык бар болатын болса, любой жерінде, осы 4 жердің біреуінде бык бар болатын болса, каза айы сіздерге как бы өзіңіз сияқты белгі, бір жағынан дерево сіздерге, қараңыздар, сіз жерсіз, бізде осень системасы бар, жерден кейін металл шығады, металлдан су шығады, судан дерево шығады, дереводан от шығады. Енді бұл жерде біз осы айда дерево шығады деп тұрық, металл шығады деп тұрық осы айда. Металл сізге балдарыңыз, металл сізге жұмысыңыз, балдарыңыздың ақшасы, күйеуіңіз, әйел адамдарға, ер адамдарға күйеуі, бастығы, әйел адамдарға да бастық мәселесі. Әйелі, балдары, күйеуі мәселесі, мамаңыздың денсаулығы, мамаңыздың недвижимості, балдарыңыз, жұмысыңызға қатысты бір мәселелер шығады. Енді бір жағынан власть, өздеріңізді көрсете аласыздар,
қандай сіз қолыңыздан не келетін, мен сондай ценный сотрудникпін, мен сондай ценный жұмысшымын, иә, мені бағалаңдар деген сияқты. Және егер де ер адам земля им болатын болса, әйелдеріңізге қатысты да бір мәселе қозғалуы мүмкін. Әйелдеріңіз жұмысқа шыға ма, әйелдеріңіз денсаулығы ма, әйелдеріңізге қатты осы фокус внимание осыда. Либо әйеліме осы айда мен айлығымды жинап, отпускной түтіма шуба алып беремін деген сияқты. Иә, шығындалуыңыз мүмкін. Осылай. Егер менің белгім металл болатын болса, дәл осы сияқты, иә, картада тұрған сияқты. Металл болатын болса, либо металл ян. Шетел түсетін дұрыстаңды ма деймін. Либо металл ян, иә. Металл ян. Қараңыздар, мына белгі, мынандай белгі мына денде тұратын болса, либо мына белгі тұратын болса, металл ян, иә, ден деген жерінде ғана тұру керек, қыздар. Картаңызда сиыр бар болатын болса, бык бар болатын болса, және қояйын да сіздерге жаңа айттым ғой, күйеуіңіз мәселесі, либо недвижимость мәселесі, иә, білім мәселесі, бала туған әйелдерге қатысты мәселе, мамаңызбен мәселе шығады, мамаңызбен конфликт келуі мүмкін, мамаңызға көңіліңіз толмауы мүмкін, және үйге, өзіңіздің тұратын үйіңізге, либо мамаңыздың тұратын үйіне бір шамалы ойлап, көңіліңіз толмауы мүмкін, иә, либо шығындалып сіздер алып бересіздер ма. Жаңа табыс табуға мүмкіндіктер келеді. Металлға бір жағынан дерево ол ақша, металлға енесі дерево, әкесі, әйелі, любовница мәселесі шығуы мүмкін. Ер адамға сол любовница, әйелі, әкесі бір жағынан как бы әйелінің, балдарының денсаулығы, әйел адамға металл ян болатын болсаңыз, дерево, әкесі, әкеңіз, енеңіз, күйеуіңіздің недвижимость мәселесі, және металл ол өзім сияқты адам, либо ол күйеуімнің любовницасы, либо ол клиенттер, либо ол бауырларым, достарым, осындай араласпай қалып едім, осы айда араласып жатырмын деген сияқты мәселе шығуы мүмкін. Енді сіздерге металдарға именно бык, аза, столкновение, ол сіздерге благородный бір жағынан. Благородный болғаннан кейін, благородный бір-бірімен сөзсіп жатқаннан кейін, иә, сіздерге ақыл беретін, сіздерге көмектесетін адамдар бір-бірімен сүзіп жатқасын, сіз олардың айтқанын істемейсіз осы айда. Кім сізге не ақыл айтса да, иә дедіңіз да, өзіңіздің істегіңіз келген нәрсені істеңіздер. Біреудің ақылын тыңдама деп тұр, өйткені ақыл беретін адамдар өздері не болып сүзіп жатыр, өздеріне ақыл жетпей тұр дейміз. Өздеріңіз егер де шешіп қабылдап қойсаңыздар, өздеріңіздің шешімдеріңізбен жүріңіздер. Енді сіздің белгіңіз вода белгісі болатын болса, КВ, либо водаян, мен либо водоинмін, либо водоянмын дейтін болсаңыздар, ден деген жерде. Сіздерге дерево, суларға ол дерево баласы, жұмысыңыз, балдарыңыз. Металл, ол мына жерде егер де дерево болатын болсаңыз, мына дерево тұр, дерево, от, жер, металл, мынау металл ол күйеулеріңіз, ол бастықтарыңыз, және дерево өзіңіз сияқты. Оля водаларға екен ғой, қыздар, мен уже не жатырмын, кешіріңіздер. Мына су белгісі, мына жерде су дейік, су дерево туады, дерево отты туады, от жерді туады мына жерде, земля дейік, земля металлды туады. Енді сіздің белгіңіз су ғой, су дерево мен, мына жерде металл, ол сіздерге ресурс, ол сіздің біліміңіз, сіздің недвижимостіңіз, сіздің мамаңыз, және сіздің балдарыңызға қатысты мәселе шығуы мүмкін. Екіқабат болып қалуыңыз мүмкін, бала туайын деп отырмын, екіқабат екенмін, оказывается, ішімде бала бар. Осындай бір мәселе. Либо сізден бала тумайтын болсаңыз, мүмкін сізден бір жаңа идея, либо кітап шығарасыз ба, либо осыны бір жаңа нәрсе ойлап таптым, жаңа нәрсені шығарып жатырмын дейсіз ба,
әйтеуір жаңа бір нәрсе. Либо көп бір кітап жазу, либо бір нәрсе жазып шығарасыз ба, либо киім тігіп шығарасыз ба, иә. Бір жаңадан бір нәрсе шығару самовыражение, өйткені бір жағынан ресурс, білім, осыған қатысты темалар шығады. Енді біз осының барлығын айтып болдық, енді феншуйды айтып шықсақ. Кешіріңіздер, қазір өшіріп алайық. Енді бізде феншуй болады, үйдің секторы, үйдің планыңыздың бойынша ортасын анықтап алып, компаспен өлшеп, северді анықтап алсаңыздар, юг, уже восток, запад секторларды анықтау оңай. Енді бізде юго-запад секторға 9-да 7 жұлдызы келіп тұр. Егерде юго-запад секторда есігіңіз болатын болса, плитаңыз, либо көп сол жерде көп боламыз өзіміз, олып шулап күндіз бойы дейтін болсаңыздар, немесе спальный кроватыңыз болатын болса, спальныйыңыз болатын болса вообще юго-западта, онда бір әңгіме сөз болуы мүмкін. Кім ақыл айтса да тыңдап көріңіз, өзіңіздікімен салыстырып көріңіз, сосын барып ойланып барып шешім қабылдасаңызшы, в общем. Иә, сәл салмақтылау болыңыз адамдармен қарым-қатынаста, өйткені сол кезде ғана шамалы бір қателіктен кетуіңіз мүмкін. Енді восток секторға бізге 1-де 8 жұлдызы келіп тұр, востокқа. Бұл жерде спальныйыңыз, есігіңіз, кухняңыз бар болатын болса, жақсы, өйткені адамдардан көмек келеді. Иә, қандай шешім қабылдасаңыздар да жақсы шешім қабылдайсыздар, өйткені мудрые решения деп көрсетеді. Егерде сол кровать тұрса өте жақсы, бұл осы айда. Восток секторға фонтан қойсаңыздар, либо Монако қойсаңыздар өте жақсы. Иә, жақсы ақшаның энергиясын алып келеді, сондықтан фонтан қойсаңыздар болады. Север сектор, сіздерге осы север секторда как бы майда-майда жұмыстан, бұрынғы тұрақты клиенттерден ақша келуі мүмкін. Либо майда жұмыстан, либо тұрақты клиенттерден бұрынғы. Сіздерге расписаниемен, дисциплинамен жүру керек осы айда. Егерде север секторда есігім, спальням, кухням болатын болса дейтін болсаңыздар. Иә. Дисциплина, расписание, азанда кешкілік план құрып қойыңыздар, ертең азанға. Өйткені негатив жүреді, дисциплинамен болмасаңыздар. Сіздерге де сол жақсы энергияның, байлықтың, ақшаның энергиясын жүргізу үшін север секторда 8-де 6 жұлдыз келіп тұр ғой енді. 8 осы айдыкі, 6 жұлдыз. Мигрень болуы мүмкін, енді север секторда жатсаңыздар, мигрень байлаймыз. Бірақ енді фонтан, либо Монако қойсаңыздар, қозғап тұратын санат. Жақсы активациялайды бұл секторда. Енді северо-восток секторда 6-да 4 жұлдызы келіп тұр северо-востокқа. Бұл жерде кухняңыз, есігіңіз, спальныйыңыз бар болатын болса, адамдарды қолдау жұлдызы келіп тұр, бір-біріңізді жақсы қолдайсыздар, егерде күйеуіңіз, либо бауырларыңыз, ата-анаңыз болатын болса. Бұл жерде барлық жұмысты өзің атқарма, басқа біреулерге де сеніп, басқа біреулерде жасауға көмектессін саған деген энергия келеді. Адамдармен жақсы қарым-қатынаста бол, және жақсы бір бастық келуі мүмкін, либо сізді жақсы бастық атануыңыз мүмкін, северо-восток, өйткені жұмысыңызды бағаланады деген энергия алып келеді. Юг сектор негізі осы жыл өзі негативте, колокольчик 6 монеткасы бар, ақ лентаға оралған монеткамен қойыңызды деймін. Соляной средство қоятын болсаңыздар, негативті 5 мошенниктерді басатын, онкология жұлдызын басатын шылқыларға және юг секторға келіп тұр ғой енді. Бұл жерде сусыз тұз қойып қойыңыздар дегеніміз, және колокольчик қойсаңыздар болады, либо ауыр зат, темір зат қойсаңыздар болады. Запад секторға 5-те 3 жұлдызы келіп тұр. Осы июль айында негативный барынша. Енді сіздерге как бы сол запад секторда спальныйыңыз, кухняңыз, кірер есігіңіз болатын болса, үлкен есік. Сол бір эмоциональный проблема алып келуі мүмкін. Асықпаңыздар. Және запад секторда ұйықтаған онша емес. Егерде басқа бөлмеге ауысуға болатын болса, ауыстырсаңыздар жақсы болар еді. Корректор қоюға болады. Бұл жерде корректор как бы тыквавулу, либо колокольчик қойыңыздар, ең дұрысы, либо соль. Северо-запад секторға соль, тұз қоямыз, қыздар. Северо-запад секторда 4-те 2 жұлдызы келіп тұр. Северо-западқа бұл жерде ЖКТ проблема.
северо-западқа асқазан қорытпау, иә, плитаңыз, есігіңіз, спальняңыз болатын болса, асқазанмен проблема алып келеді. Әйелдермен қарым-қатынаста дұрыс емес алып келуі мүмкін. Әйел адамдарға женский жағыңыздар қараңыздар. Иә. Денсаулыққа қараңыздар. Енді юго-восток. Бірақ 4-2 мына северо-запад именно недвижимостьке қатысты жақсы жұлдызы бар, либо саяхатқа шығуға. Юго-восток сектор. Юго-востокта 2-9 жұлдызы. Юго-востокта есігіңіз бар болатын болса, либо спальняңыз, либо кухняңыз, плитаңыз тұратын болса, юго-востокта ауру жұлдызы келеді. Иә. Жұмыстарыңыз тұрып қалуы мүмкін. Әйел адамдарға бұл жерде, егерде осы үйде есігі тұратын болса, плита тұратын болса, иә, зоб мәселесі, өйткені гормональный сбой болуы мүмкін, денсаулықта гормональный жағынан денсаулыққа қара. Және барлық осы үйдің адамдарына именно сквозняктан, желден келетін аурудан абай боламыз. Жүректі абайлаймыз. Иә. Бірақ юго-восток секторға копилка қойып қойсаңыздар өте жақсы. Копилка қойып қойыңыздар деп айтар едім. Жақсы ақша жиналады. Либо бөлмеңіздің запад секторына сейфтеріңізді қойып қойсаңыздар болады. Жақсы ақша жиналу керек. Сәттілік. Осы ай керемет өтсін. Отзыв міндетті түрде жазыңыздар. Любой отзывқа мен қуанамын. Барлық осы нені пайдаланып, жаман айтқан нәрселерім орындалмасын. Тек айтқан жақсы жағы орындалуын тілеймін.